мамандығым бойынша мал дәрігерімін. Табыс көз кішкене аздау болды. Ол кезде енді бойдақ кезімде істедім. Енді келін алғаннан кейін ол жетіңкіремеді енді, шыны керек. Сөйтіп, шопырлыққа ауыстық, Талдықорған қаласында жаңа маршрут айдадық. Онда 5-6 жыл сонда жүрдім. Кейіннен кейін жаңа қолым музыкаға жақын болғаннан кейін осында бір неменен жіберіп нетіп едік. Болады дегеннен кейін ұлды алып келдік. Артынан кейін осында келдік сөйтіп. Енді 2016 жыл көшіп келдім. Бірден осында келдім паркке. Қай көшемен кетіп қалам? Бара жатқан кезде мына Сымбаттан бұрылған 5 жағында паркте болуымыз керек негізі. График бойынша. Бірінші график 6-да басталамыз, ол 6-ға шығып кету үшін 5 жағында осында болуымыз керек. Оған енді сағат 4-тен үйде тұрамыз десек болады. Сырттан келетін кісілер болады. Енді олар одан да ертерек тұрады. 3:30-3-те тұратын кісілер болады. Оны салып қойған. Документті аламыз. Диспетчерскийден одан медикке барамыз. Ол медик кісі тексеріп, давлениені көреді. Алкотестермен тексереді, топ көрлетеді. Одан сол кісі печать басып шыққаннан кейін автобусға келіп, қайтадан шыға берсе, жаңағы КП-да бізде нелер болады, механиктер өзіміздің. Сол кісілер қарап, жаңағы лампочкалары күйіп жатады, шығуға қосын рұқсат басу үшін қарап шығады бәрін. Артынан шығып жүре береміз. Ну, можно сказать, каждый день мы с водителями взаимодействуем. Каждый день видим, водители также на то присутствуют. Все, что надо, они свою работу выполняют по салону, так смотрят. Осмотр автобуса также вместе с нами осматривают. Какие-то свои неполадки они говорят, мы тоже во внимание берем, устраняем. Насколько я его знаю, хороший водитель, с самого начала он себя проявил с хорошей стороны. За автобусом очень хорошо смотрит. Что внешнее состояние автобуса, что техническое состояние автобуса. Бізде ремонт жасайтын кісілер, негізі ол кісілерге рахмет айтқым келіп отыр. Солар кісілер ғой негізі көп еңбек істейді. Сынып келдің, бірден жаңа жасап шығарып жіберуге тырысады бізді. Бізге жаңа GPS арқылы қарап отырады, диспетчерлер бар өзіміздің. Бастықтарымыз, директорлеріміз бар. Охрана, КП дейтін, на кіреберістегі механиктеріміз бар, қарап отыратын. Жители города Нур-Султана ездят на самых престижных автобусах столицы, получается. У них очень хороший плюс, это я вот сейчас сказал, по комфорту в салоне, это по климату контроля, по у водителя комфорт свой. Кондиционеры также летом все работают. В этом преимущество этих автобусов. Здесь, конечно, стоит котел подогрева Вибаста, он где-то в течение 15-20 минут нагревается до 60 градусов, уже автобус трогается, включает климат-контроль, он выезжает уже с автобусного парка, градусов плюс 15, скажем, в салоне он уже выезжает с такой температурой. Стараемся его держать в хорошем состоянии. Если это какая-то неполадка, мы ее лучше останавливаем, устраняем, потом автобус выпускаем на линию. Также внешнее состояние, это по наружной стороне, освещение, все у нас. Без освещения у нас автобус не выезжает на линию. Мы пока это не сделаем, мы не устраним и не выпускаем. Автобус у нас все горит, сверкает, ярко, красиво. Надо же автобус, чтобы был исправный, теплый, светло, приятно зайти и проехаться, там какие-то остановки, до куда-то добраться. Это как положено должно быть. Следующая остановка улица Жанбека Тархана. На сегодня по городу Нур-Султан 7 автобусных парков, из которых один из них это мы, это 3-й автобусный парк. Наше предприятие обслуживает на сегодня 9 регулярных городских маршрутов. Плановый выход ежедневно 120 автобусов. Ежедневно все парки перевозят порядка 700-800 тысяч пассажиров. В том числе из этих 700-800 пассажиров 30% это наши пассажиры, которые мы обслуживаем. Сзади водителя, то есть информация о водителе. У меня перед всеми моими работниками поставлена задача, если этого бейджика нету, я автобус на линию не выпускаю. Если водитель пытается выехать в трико, я на линию автобус не выпускаю. Это моя цель, которую я поставил перед механиками КП, которые утром на линию выпускают автобусы.
Если вот те случаи у нас возникают, они просто автобус не выпускают. Если даже диски автобуса грязные, я автобус на линию не выпускаю. Если они не покрашены, у меня ремзона получает по полной программе. То есть это вот я поставил цель перед собой, как говорят, если у тебя обувь чистая и красивая, то у тебя все остальное нормально. Если в моих автобусах диски блестят и красивые, значит сам автобус в технически исправном состоянии, и его санитарная сторона тоже в отличном состоянии. Я поддерживаюсь и поддерживаюсь этому, пока здесь работаю, и буду это вести до последнего. Потому что есть нарекания пассажиров, и они правдивы, поэтому мы должны эти жалобы и их нарекания устранять. Мы для этого здесь сидим. А когда мы уважим пассажиров и будет больше позитивов, самое важное на сегодня только это. Я сам когда-то начинал в этом парке водителем, знаю, что это такое. Я все эти азы прошел, как это, что такое в 4:30 утра вставать, в 12 ложиться и на следующий день опять на работу. Все это я прошел, я понимаю Нурлана от А до Я его полностью понимаю. Знаете, есть водители, которых часто приходится видеть, часто с ними приходится общаться. Это те водители, которые в основном много жалоб на них, нарушают правила дорожного движения, на линии очень много нарушений, с пассажирами постоянно конфликтуют. Тех водителей часто видишь. А этот водитель, который делает свое дело, которого не видно, не слышно, единственное, вот когда подходит момент поощрения или еще что-то, он, естественно, первый заслуживает эти вот моменты. Поэтому есть водители, которые, да, незаметно, но он свое дело выполняет и работает на совесть. Кіргеннен амандасып көру деп жатамыз. Біз де амандасып жатамыз жаңағындай. Бірінші содан басталады деп ойлаймын. Жаңағы бізде объявление беріп жатыр. Кіргеннен кейін алдыңғы есіктен кіріп артқы есіктен шығу деген. Кірген беттен жаңағы елдерге айғайлап жатады үлкеншілер көбіне. Кіріңдер, артқы есіктен шығасыңдар деп. Кіргеннен басып жаңағы рахметін айтып. Енді түсінеді ғой көбі. Оңай емес. Бізде көп жағдайда енді болып жатады. Орта жолдан тұрып жаңағы әйел адамнан бұрын еркек адамның сөйлеп жатқаны болады. Қай жерге алып жатсың деп жатады. Енді ол біз еріккеннен етпейміз. Мысалы, адам толып жатқан кезде ол үш есік бірден ашылады. Шығатын адамдар шықпай жатып кіріп алады. Жаңағындай үш есік ашылғаннан кейін қалғаны қарап тұрмайды, есікті жаба алмайсың, кіргенше тосып тұрасың. Соның бәрін қайда аласың дейді оны. Мен айтамын, мен не істеймін деп жаңағындай есіктен шығарып тастамаймын ғой. Кіргізіп аламыз, шығамыз. Енді қасиет дейтін жаңағы адамгершілік қасиеті болса көбіне бірінші орын сол. Работа водителя общественного транспорта, тем более на таком мегаполисе, большом городе, очень тяжелая. Потому что я всегда говорю водителям, вы перевозите тысячи пассажиров, и у каждого свое настроение, у каждого свой характер. При входе, когда заходит вам автобус, каждый по-своему себя ведет. Поэтому вы не только водитель, вы и психолог, вы выполняете сейчас функции кондуктора, поэтому надо быть более сдержанным, потому что вы водитель общественного транспорта, во-первых. Во-вторых, вы водитель общественного транспорта столицы нашего Казахстана, потому что приезжает очень много гостей, и первые они, что обращают внимание, когда садятся в автобус, это на водителя, естественно. Остановкаларын өтіп кетеді кейде. Ұйықтап қалады жаңағындай нелерді. Енді дала суық болған ішінде пеш қосылып тұрғаннан кейін ыстық қой. Маужырап ұйықтап кетіп жатады елдер. Енді балалар жүгіріп жатады, остановка тоқтағанда қараймыз ғой енді. Қалдырмауға тырысамыз, жас балалар ғой, кішкентай балалар суыққа нетіп қалады, тоңып қалады, нетерліп. Көбіне солай болып жатады. Остановка конечныйға до конца кетіп қалады кейде. Ондайларды енді алдымызда кетіп бара жатқан автобусға салып жібереміз, ала кеттік. Соңғы бітіретін жұмыс тауысқан кезіміз ғой. Конечкадан келді, енді осы кісі көңілді жаңағындай келгенше әңгіме айтып келдік. Оны түсіп қалды, алдында келіп менімен сөйлесіп тұрды да, соны түсіп қалды да, соны ертесіне қайтадан рейске шығамын ғой. Сөйтсем, бір бөтен телефон звондады маған. Мен остановкада тоқтап тұрмын. Соны жаңа телефонды алып едім.
бауырым осыны мен мынандай кісі едім, жаңағындай мен партменен қалып қойыпты деді. Дәл сенің автобусыңда отырған еді. Ол, конечно, мен жаңа балалардан сұраған екен. Тұрдым да, аға, енді ол біз қалып қойған затты, адам қалып жатса, біз алып келіп береміз. Бұлай кешкісін обход жасаймыз ғой үшін. Сөйтсем, бұл кісі алдында тұрған кезде, жаңағы мен тура алдында тұрған кезде пешкеге қолын жылып тұрған екен де, сол бет партменсті жүріп қойып, қолын жылтып, сол бет шығып кетіп қалған екен. Партменс қалып қойыпты анда. Одан мен кругпен қайтып келейін, мені күтіп алыңыз онда дедім. Болмаса диспетчерге звондаймыз, жаңағы ішін жуатын кісілер болады ғой бізде мойкада. Сол кісілер алып әкеп берді ме екен деп. Аты жөніңізбен көрейік деп. Соң келсем, жаңағы зат әлі тұр екен орнында. Жаңағы партменесі орнында тұр екен. Сөйтіп рахмет айтып кетіп кеткен болатын ол кісі. Сондай жағдайлар болып жатады. Жұмыс престижность қарап керек емес деп ойлаймын. Негізі мына көшеде даже ертеңгісін шығып жатқан кезде тазалығыменен біз өзі төрт жарымда тұрамыз деп айтамыз ғой. Мысалы 5 жарымда жұмысқа кетіп бара жатсақ, көшеде ана қар даланы сыпырып жүрген кісілер болады, көбіне әйел адамдар көреді. Соларға қарап кейде жүрегің ауыратындар болады. Бізден бұрын тұрып, біз жаңағы шыққанша жол тазалап қою деген. Ол кісілерге үлкен рахмет деуге болады. Көше сыпырып жұмысты жаңағыдай бөліп керек емес деп ойлаймын негізі. Жұмыстың барлығы бір ғой, енді табыс көзі болғаннан кейін енді ол түсінікті. Біреуінікі жоғары, біреуінікі төмендеп жатады, бірақ жұмыстың аты жұмыс қой. Мы большая артерия этого города. Вы представляете, если завтра ни один автобус не выйдет, какой коллапс будет в городе? Если есть в других мегаполисах подземный транспорт, другие подвижные составы, да, у нас в городе на сегодня пока автобусы. Все, другого транспорта нет. Поэтому я считаю, ну, хотя и говорят, что наша работа неблагодарна, но она необходима. И я считаю и буду считать, что мы выполняем большую работу. Көбіне мына телевизордан жаңалықтарды көре алмай жатамыз біз. Көбіне осы елдерден еститініміз болады. Осылай болып жатыр, мынандай болып жатыр деп. Деп қоямыз сонымен. Сондай. Әрине ұнайды, иә. Бұл үйреніп қалған жұмысымыз оның үстіне. Әкем үйретті, негізі ол кісі техникаға бес аспап болатын. Өзі темір жонатын, жаңағы жаздың күні комбайн айдайтынбыз. Кәдімгі егін шабатын комбайн айдайтынбыз. Бала кезден қасына көмек шығып ұстап жүрді. Бала кезден рөлға негізі жақын болдық рөлге. Мен техникаға жақсымыз. Жақсы үйретті ол жағын. 7-ші класс тамамдан бітірген кезім сол кезде. Ол кезде енді қалай десем, әкем трактор айдап келді, енді жеңіл көлікті алып қайту керек, бақшаға барғанбыз сыртта. Енді соны қайтып жеткізген бірдеңе жеткізіп мені үйретіп қойған. Мен поляда жүріп барып үйретеді ғой. Сөйтіп үйге шейін айдап барғаным бар. Біржан Сал көшесі аялдамасы. Остановка улица Біржан Сал. Бір демалысымда осы Нұр-Сұлтан қаласына кейіннен кейін бір демалысып жаңағы өзім Талдықорғанға барып едім, уже білінеді көшенің тар екені. Бізде мұнда кең ғой. Анау сол жағалауға барсаң, одан да кең деп кішкене үйлер биік, жаңағы аралары ашық. Бізге барсақ бәрі тығыз екен. Соны жүрісте қиындау екен. Содан білінеді екен. Деп келгенде көзің әрине жаңа жайнап кетеді. Әлі де жайнайды ғой негізі, бірақ ана үйренеді екенсің. Бәріне жаңағы туған туыстар келіп жатады бізге, аралатып, жаңағы көрсетіп. Мал дәрігері болып жүрген кезім менің әпкем таныстырды. Ол кісі әпкеммен бірге жұмыс істеген екен. 2 айға жеткізбей үйленгенбіз. Содан міне 10 жыл асыпты, 10 жылдан асыпты, биыл 11 жылға кетеді. Аллаға шүкір дейін, 2 ұлымыз бар. Ұлдарым екеуі де өзіме тартқан дейін. Өзім сияқты тәрбиелеймін. Өзімді әке-шешем мен қалай тәрбие берді, дәл солай екеуін өсіруге тырысып жатырмыз қазір. Үлкеннің алдын кеспе, жаңағындай кішіге зет деген сияқты.
енді отағасы ақ көңіл, еңбекқор. 11 жыл болды екеуміз бірге тұрып жатқанымызға. Отағасы жақсы кісі, отағасы. Біз енді осы Нұр-Сұлтан қаласына келген кезде екеуміз 3-ші автопаркқа барып білдік жұмыс жайлы. Ол кісінің қасына кондуктор керек екен. Содан ол кісі маған айтты, сен кондуктор болсаң, мен жүргізуші боламын. Екеуміз бірге бір жерде жұмыс істейік деп. Екеуміз ақылдасып, бірге жұмысқа шықтық сонда. Екеуміз 1 жылдай жұмыс істедік. Дедім ғой, өзім де көрдім, ол өзім де басымнан өтті. Ол қалай қиналды, мен де қалай қиналдым. Қазір жақсы түсінемін ол кісіні. Жұмыс шыны керек, мен балаларымның қалай өсіп жатқанын білмей қалады екен кейде. Енді азанмен кетеміз, ұйықтап жатады, түнде келесің, ұйықтап жатады балалар. Выходной күндер оларды сабақ болып болады кейде. Біздің выходной кейде келіп жатады, мына сенбі-жексенбі күндерге. Ол күндер енді ойнап күліп қаламыз, қалған күндер көрмей қалатын кездерде болады кейде. Азанмен енді мен демалған күндер мен жатып қаламын, демалып ұйықтап, ол кісілер сабағына кетіп қалады. Кешкісін келгенше уақыт қой енді. Сондай кездер болып қалады. Ол кісі домбыра ойнайды. Ол домбырасы баласына берілді. Үлкен ұлымызды сол жаққа оқуға түсірсек, қалай болады деп бірінші сұрады. Сол кісінің арқасымен осы елорда, Нұр-Сұлтан қаласына келдік. Ұлымызды оқуға бердік, өнер мектебінде. Әкемен бірге жатып кино көргенді ұнатам. Футбол ойнағанды ұнатам. Біз неше түрлі күйлер ойнаймыз. Мысалы, ерке сылқым, көңіл толқыны, көрұғылы. Сондай күйлерді ойнаймыз. Например, қонақтар келгенде, біз күй ойнап біткеннен кейін айтады, өзіме тартқан дейді. Содан мен әкеме тартып кеткем. Үлкен тәрбиеде осы домбырадан деп ойлаймыз, негізі. Адамға жеткізетін, ой жеткізетін заттар көп қой негізі. Қазақ негізі домбырасыз қазақ емес ой деп ойлаймын негізі. Әулесек те, ойнасақ та, сол осыны әуенді, музыканы ойына сіңіріп өссек екен деген оймен, сол үлкен ұлды сол оқытып жатқан ойымыз еді. Екі шектің бірін қаттып, бірін сәл-пәл кем бұра, нағыз қазақ емес, нағызы қазақ домбыра. Әртүрлі күйлер болады, адамды орнынан тұрғыз билеті жіберетін күйлер болады. Адам бүткіл жан тәнімен беріліп тыңдаса, кейбіру жылатып да жіберетіндер болады. Енді түсінгенге байланысты деп ойлаймын. Негізі құлағымыз шүкір Алла енді тыңдауын тыңдаймыз, қалқайып тұр дейінші. Ұлым да, мен де. Енді көңілге әрине жақсы көтеріңкі боламыз, және ашылып отырасың да. Ештеңені ойламайсың. Өзіңнен өзің жаңа сезім, жаңа көңіл күйде отырасың. Адам ашық болып отырасың. Басқа ештеңе ойламайсың. Күймен өзі баурап алып кетеді адамды.